Табиғаттағы ең ерекше химик жәндікті білесіз бе? Бұл бомбардир қоңызы. Жыртқыш жақындаған кезде ол құйрығынан қайнаған химиялық сұйықтықты 100 градусқа дейін қыздырып, жарылыс секілді шашыратады. Бұл сұйықтық нағыз қышқыл бомба. Ол жыртқыштың көзін күйдіріп, аузын ашытып, кейін шегінуге мәжбүр етеді. Оның ішкі денесінде екі бөлек без бар. Бірінде гидрохинон, екіншісінде сутегі пероксиді. Шабуыл кезінде олар арнайы камераға түсіп, ферменттер әсерінен экзотермиялық реакцияға түседі. Соның нәтижесінде ыстық, булы, улы қоспа атқылайды. Бомбардир бұл сұйықтықты секундына 500 ретке дейін пульсациялап ата алады, яғни автоматты қару секілді. Құмырсқа, өрмекші, бақа, тіпті кейбір құстар қоңызға жақындауға қорқады. Ол мұны кездейсоқ үйренген жоқ. Бұл нақты пропорция, температура және қысыммен жүзеге асатын күрделі процесс. Мұндай жүйе кездейсоқ пайда болуы мүмкін бе? Әлде артында тұрған жаратушының шеберлігі ме? Бомбардирдің бұл механизмі инженерлерге микрожарылғыш құрылғыларды жасауға шабыт берген. Кішкентай болса да бұл қоңыз табиғаттағы тірі химиялық қару. Қарапайым жәндік деп қарамаңыз. Оның бойындағы даналық тұтас ғылымға тең.